Эфирден шықтым жаңа. Бірінші ашқан смс-ім Темірланнан болды. Жаңағы спаррингті салыпты, яғни ренжулі екен. Білмеймін, өзім спортпен айналысқанда түсінетін шығар. Анандай да, когда спортпен шұғылданып жүргендер спарринг деген нәрсені түсінеді деп ойлаймын да. Просто эмоцияға беріліп кеттім да, соны төбелестік енді. Данияр мен тренерім. Темірлан оны дұрыс қабылдамай қалды ма? Біледі мен спортқа баратын. Даниярды біледі. Данияр алдында айтқан, не переживай, Темірлан деп. Білмеймін, ренішін түсінбедім мен Темірлан. Ойлаймын, егер шын сезім болған жағдайда, шынайы сүйген кезде барлығына көз жұмуға болады. Мен ондай прям айтарлықтай ештеңке істеп қойған жоқпын. Темірлан, тем более Данияр біледі. Бұл жерде ештеңке тұрған жоқ, ондай мелочь. Ладно, менде қателік кетті, екінші. Главное, қайталанбайды, все. Настроением құртпаймын, қазір прям от того, что я злая, прям хочется кушать много. Но я воздержусь и салат сделаю сейчас. Кушайте, мастерки.